Ақ-студио. Қазіргі дәуірде Орта Азияда антропологтар жоқ. Осы тек қана Қазақстанда қалды. Қанша дыбыс болса, сонша дыбыстың бәрінің де араға тегінде, төпкі тегінде анықтап шыққан адам. Адам басы, малдың аяғы, немесе ананың құйрығы деген сөз жоқ ол жерде. Әшейін өрнекті. Өзге ұлттардың, ғалымдардың көмегі қажет. Табиғаттан қорқу былайша айтқанда да, жаңа жалпыламақ еңізде, жаңа жақсы бір жамандықтың арпалысы, өмірмен өлім тартысы сондай болып тұр да. Сіздің лингвистика саласындағы жаңа ғылым, силлабологияны ғылымын тудырады. Сонда ол қоланың алдында баяғы мамонттың кезінде алғашқы қазақ адамдардың әсемдікке деген талпынысынан 4 тілде кітап шығардық қазақтың антропологиялық очеркіне байланысты орысша, ағылшынша, қазақша, түрікше. Бізде тек тепе-теңдік тұр. Негізгі ойымен ішінен туынды ою шығады. Адамның сүйегі, дамуы бәрі ортақ болып жатса, шыққан жерлері, өнері ортақ болып жатса, онда неге олардың дамуында ортақтық болмайды? Неғұрлым тілді көбірек оқысаң, соғұрлым тілдердің ерекшеліктері жойылып, бір-біріне жақындай береді дейді. Енді көзіне от жанып тұр жаңа. Бірақ кино емес, сіз осыны бастаң, сізге сенемін деді да. Adam's Question. Армысыздар ағайын, қадірлі көрермендеріміз. Эфирде Ақ-студия және оның жүргізушісі мен Айгүл Мырзаханқызы. Сіздердің назарларыңызға ұсынған хабарларымыздың әрқайсысы Ақ-студияда ақ ниетпен дайындалып жатыр. Сол үшін бізге тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып, жақсылықтың жайылуына себеп болып отырыңыздар. Ақ-студияның бүгінгі қонақтары Құдайдың берген қабілетін және Алланың берген өмірін білімге, ғылымға арнаған қазақтың ілімдар азаматтары. Оның ішінде Оразақ аға Смағұлұлы, қазақтың белгілі антропологы, тұңғыш антропологы, жасы 93-ке келсе де бізге өмірлік зерттеушілік қызметі туралы толық әңгімесін ақ жүрегімен айтып жүрген ағамыз. Одан кейін белгілі тілтанушы, тіл ғалымы, лингвист ғалым ағамыз Әл-Фараби атындағы университеттің профессоры Берікбай Сағындықұлы. Ералы аға Оспанұлы қазақтың график суретшісі, зерттеушісі, салт дәстүрлерімізбен ою өрнектің маманы деп айтуымызға толық негіз бар. Оразақ ағамыз Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының академигі, Италия Балон Академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері. Аға, қош келдіңіз біздің студиямызға. Рахмет, бірге бар. Бәріңізге де алтын уақыттарыңызды бөліп, ортамызға ниеттеріңізбенен өз пікірлеріңізді, зерттеулеріңіз туралы ойларыңызды ортаға салуға келгендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, бәріңізде мынандай бір сұрақ туы мүмкін. Ғылымның үш саласының бөлек мамандары неге бас қосып отыр? Біздің мақсатымыз Ақ-студия арқылы қазақтың саналы ұрпағының, тек қана қазақ емес, жалпы адамзатты толғандырып жүрген кейбір сұрақтарға жауап іздеу. Мысалы, Оразақ аға әңгімені өзіңізден бастайық. Антропология саласында әлемдік деңгейде ашқан жаңалықтарыңызды әлем мойындап отыр. Оның ішінде біздің қазақтың топырағы, осы көне топырақтың 5000 жылдық тарихын, 50 ғасырлық тарихын ғылыми негізбен зерттеп дәлелдеп шыққан ғалым ретінде мынандай бір сұрақ қойсақ, жалпы адамзат біздің тарихымыз қай уақыттан басталады деп, немесе осы топырақтағы тарихымыз қай кезеңдерден басталады деп айталады. Адам болғалы оның өмір тіршілігінің ортасында байланысты, жеріне байланысты. Көп еңбек сіңірген ғой. Бүгінгі әлемдегі халықтардың мәдениеті негізінде неолит дәуірінен басталады. Неолит дәуірі дегеніміз бұдан 7000 жылғы бұрынғы замандағы тіршілік етіп, өздерінің өнерлерін, тұрмыс тіршілігін паш етіп, өмір сүріп ұрпақтан ұрпаққа
kaldırgan hareketlerin arkasında odan keyingi dövrlerde de ırpakları sol ata babaları bastırgan hareketті жалғастырып сөйтіп бірінен біріне elinde oturup ırpaklarının ömür tırşılığı bugünkü Kazak'a şeyin sozulup geldi. Bugünkü Kazakistan yerindeki durup atkan Kazakların ata babalarının ömürün tarihin kosqanda, medeniyetin kosqanda, tilin kosqanda, onun başka da edebi tırşılığın kosqanda da o sırada turup atkanına ırpaklarının 5000 yıl ötken. Sonduktan biz aytarımız, şöyle onu taratarımız. Bu yerde biz жерге koşup kelgen jokpuz, avıp kelgen jokpuz. Ешкімнің алақандай жерін шағылып алған жоқпыз. Біздің ата бабаларымыздың ақылдылығы, өмірді, тіршілік ортасын дұрыс бағалай білгендігі, Алтайдан Каспийге шейін Евразияның жазықтығын тұрақты меңгеріп, бүгінгі егеменді Қазақстанға осындай жер қалдырғанына бізді бүгінгі қазақ буындары қуантады. Мыңда бір рахмет Құдайға осындай жетістікке жетіп, жерге ие болып, біздің жерімізде не жоқ? Қыс десең, аязы мен аққары бар. Жаз десең, мал жайлайтын жайылымы бар. Ауа райының 4 мезгіл кезеңін, жазғы тұрым, жаз, күз, қысын бәрін осы жерде табиғаттың өзі сұрыпталған ерекшелігімен бірге тұрып, өсіп, өніп, өткізіп жатырмыз. Бүгінгі егеменді уақытта осындай ата-бабаларымыздың арман еткен дәуіріне, арман еткен күніне бүгінде қолымызға тиіп, иелік жасап атқан жерімізге қымбатты бауырларым өте сүйіспеншілікпенен, өте адал ниетпенен қарағанымыз, еңбек еткеніміз, қолымыздың таза болғаны өте орынды деп санаймын. Біздің келешекте ұрпақтарымыз осы жерден нәр алады, осы жерде туып өседі. Міне соларға да жайлы болу үшін, ұрпақтан ұрпақ үзілмес үшін, ешкім жерімізге көз қиығын салмас үшін, бүгіннен бастап егемендік заманында тәрбиенің басы бірлікте, тірлікте, татулықта, ақыл алда қалып, ашу артта болғаны өте орынды деп санаймын. Сондықтан сіздер мен біздер бүгінгі заманда ата-бабаларымыздың арман еткен бостандық менен егемендігі бүгінгі қолымызға жетті. Енді осы егемендікке ие болайық. Осының егемендігі үшін еңбек етейік. Бір қиын жері біз бүгінгі өте көп шығынбен келдік. Бұдан 50-60 жыл бұрын жерімізді адамның сүйегін сындыратын қайғылы заманнан өттік, аштықтан өттік, халқымыздың жартысы аштан қырылды. Осындай жерде адам аштан қырылуының өзі ақылға сыймайтын, бәрі қолдан жасалған саясаткерлердің зардабынан осындай күнге біз бабаларымыз тап болды. Бүгінде ондай қиыншылықтан өтпесек, халық саны осындай ашарлыққа ұшырамаса, бүгінде қазақ халқының саны 60-70 миллион болар едік. Бірақ Құдайдың бұл берген бағына да, бұл берген теңдігіне де, еліміз бен жерге құрметі де өте күшті. Осыны сыйлай білейік, бағалай білейік.
Рахмет. Оны ұрпақтарға түсіндіріп тәрбиелеуді орынды деп санаймын. Рахмет сіздерге. Сізге де үлкен рахмет. 93-ке келіп отырған жасыңызда сіздің әсіресе әңгімелескендегі өте әсерлі сөзіңіз әр қазақ 5 қазақтың жүгін көтеріп жүр деген сөзіңіз әсіресе өте сондай бір жанға әсерлі. Берікбай аға, ғалым ретінде сізді көп шәкірттеріңіз, көп тіл мамандары және жалпы қазақ тілін дұрыс оқып, танып, тарихын біліп жүрген саналы азамат сізді өте жақсы таниды. Қазақ тілінің тарихы деп дүние жүзінің тарихының бір екендігін дәлелдеген қола кілт деген концепцияны сіз ұсынып жүрген адамсыз. Сізге бір сұрақ. Біздің тіл мамандары жалпы адамзаттың ортақ тілінің ұзақтығын қай ғасырға дейін апарады? Қанша мың жылдық тарихымыз бар? Ғалымдар қанша жылға созылатынын айта алмайды. Бірақ мен өз басым тілдің тарихын әр дыбыстың өзің шыққан тегі болады екен. Арғы тегі болады екен. Және түпкі тегі болады екен. Соның қанша дыбыс болса, сонша дыбыстың бәрінің де арғы тегінде, түпкі тегінде анықтап шыққан адаммын. Сол қанша дыбыс болса, соның түбі бар сізде. Иә, бәрінің түбі түгел дейді. Дауыстылардың да, дауыссыздардың да түпкі тегін анықтап шыққан адам. Және сол анықтап шыққан түпкі тек дүние жүзі тілдеріне ортақ. Барлық тілдер қанша, мысалы ағылшын тілінде қанша дауысты, дауыссыз болса, сол түпкі тектен шыққаны анық болып отыр. Түркі тілдерінде қанша дауысты, дауыссыз болса, сол түпкі тектен шыққаны анық болып отыр. Ол 100% дәлелденілетін және дәлелденіп қолға алып жатқан дүние. Бірақ тек қана бізде ғой, қазақ тілінде ғой. Басқа түркі бұл жаңалықтың ашылғанның өзіне, ресми түрде ашылғанның өзіне 1999 жылы бірінші рет мен түбіртек теориясы деген көлемді мақала жарияладым. Содан бастап іске кірісті. Содан бері ғана есептеледі. Одан бұрын бұл жаңалық адамзат баласына белгісіз болатын. Біз осы кезге дейін тілдік бірлік бар болғаны 5 деп есептеп жүрдік. Сөйтсек, тілдік бірлік 5 емес, 6 екен. Мысалы, фонема болмаса, фонетика деген ғылым саласы болмайды. Морфема болмаса, морфология деген тіл саласы болмайды. Сөз деген тілдік болмаса, лексикология деген тіл саласы болмайды. Сол жақта сөз тіркесі сөйлем болмаса, синтаксис деген тіл саласы болмайды. Міне осы бүкіл ұстап тұрған осы 5 тілдік бірлік, 6-шы тілдік бірлік түбіртек бар екендігін бірінші рет тарихта мен анықтадым. Ол бар болғаны бір дауысты, бір дауыссыздан тұрады екен. Мысалы, ат десе, а және т дыбыстарынан тұрады да белгілі бір ұғым береді, мағына береді. Ас десе де солай. Ал енді, мысалы, ын десе, ол зат есім жасайтын грамматикалық жұрнағы екен. Біле қоямыз, мысалы. Ағын су дегенде, ын деген жұрнағы екен, екінің біле қояды. Міне осындай тек қана қай сөзді салыстырсаң да, құрамын анықтасаң да, бір дауысты мен бір дауыссыздан тұру қажет екен. Бірақ біздің заманымызға ол толық, түбіртек толық жетпеген. Бір дауысты мен дауыссыз қатырген өте сирек кездеседі. Кейде дауыссыз қалып қояды да, дауыссыз жоғалып кетеді. Кейде керісінше дауыссыз қалады да, дауыссыз жоғалып кетеді. Сондай мың сан құбылып кетеді. Сондықтан бұл жасырын құпия сақталып келген бірлік екен. Ешкімнің көзіне түспеуінің себебі сол толық формасы мен толық емес формасы бірігіп жүргендіктен сондай болған екен.
Ал енді осы кезге дейін арман болып келді. Бүкіл этимологтарға арман. Сөздің бұрынғысы формасы қандай болған? Бұрынғы мағынасы қандай болған? Оған ешкім жауап бере алмайтын. Оған талай сұрағанымызда тек топонимика, ономастика саласы бойынша жауап беруге болады. Мысалы, кісінің атын қойса, бір себеппен тілек етіп, ұзақ жасасын деп қойса, ұзақбай деп қояды. Соның себебін білеміз. Ал енді жердің атын қойса, бір нәрсеге ұқсатып қойса, соның сондай жерлер көп қой енді. Мысалы, бұрын қарлы тау деп атаған екен Алатауды. Қазір Алатау дейді. Қарасы ағы араласып жатқаннан кейін. Сондай себеппен қояды. Соны ғана біле аламыз, бірақ кез келген сөзді, күн деген сөз бұрын қандай формада болған? Ол нелі себептен оған қойылған деген сұраққа жауап бере алмайды. Қаламның күші жетпейді деп айтады. Ал енді қазір кез келген сөзді тексеріп, соны құрамын ашып айқындауға болады екен. Оны жаңа түбіртік теориясы, тілдік бірлікті білгенде ғана ашып айқындауға болады екен. Бірақ ол тілдік бірлікті сөз құрамына айырып ажыратудың өзі арнаулы оқу керек. Мысалы, 5 жыл оқу керек, кем дегенде. Сонда балып айырып ажыратылады. Мен түркі тілдері бойынша ғана айтып отырмын. Ал енді орыс тілінің өзінің ерекшелігі бар. Ағылшын тілінің өзінің ерекшелігі бар. Неміс тілінің өзінің ерекшелігі бар. Оны өзінің мамандары жалпы принципті білгеннен кейін олар түбіртекке айырып ажырата алады. Ол түбіртек сол қай бір тілдің де болмасын, түбіртегін табудың формуласын сіз жасап отырсыз ғой? Формуласын мен жасап отырмын. Осыдан үлгі алып, басқа тілдерге көшіріп алуға болады. Бүкіл формуласы соның бірдей болады. Сонда түбіртек теориясы, ол тереңірек айтқан кезде басқа хабарларымызда айтамыз. Сіздің лингвистика саласындағы жаңа ғылым, силлабологияны ғылымын тудырады. Силлабологияны біз әлемге түсіндіріп берсек сіз арқылы, олар өз тілінің түбір тегін табу арқылы жаңағы дыбыс әрбір сөздің шығу тегін табалады. Өз тілінің. Өз тілінің. Сосын барлығы бірдей екенін түсінеді. Енді осы жерден бір сұрақ туады. Жарайды, барлық тілдің бір екенін білдік. Бүкіл дүние ғалымдар жиналып, кішкене қиялдай тұрайық. Бүкіл дүние ғалымдар жиналып, өз тілінің силлабологиясын меңгерді дейік. Өз сөздерінің шығу тегін тапты. Силлабология ғылым меңгерсін. Бұның жалпы адамға қандай пайдасы бар? Бұның пайдасы ұшан теңіз. Біріншіден ең алғашқа 3000 сөзді, ортақ дүниежүзіне 3000 сөзді анықтаса, ағылшын тіліне бүкіл дүниежүзіне ортақ тіл ғой қазір. Бүкіл дүниежүзі ортақ тіл ретінде, ғылым тілі ретінде пайдаланып отыр. 3000 сөз одан шығып қалады. Оңайлайды халықтың несі. Үйренуі, тез үйренеді. Әркім өйткені өзінің тілінде бар. Мына сөзіміз екен ғой. Мысалы, әсфару дейді, әлігі арабтың тілі. Алы оның біздің тіліміздегі сары деген сөз екенін білмейді. Содан мен сары деп айтсаң, асфару деген сөздің құрамында сары деген сөз тұр. Ол неге араб айтпайды, сары деген сөз. Сары деп ол арабтарда айтады. Өйткені асфару деген сөздің құрамында тұр. Біз сары деген сөздің құрамында тұр. Сары дала деп айтамыз, сары арқа деп айтамыз. Сары деген, яғни сары деген сөз болған. Міне осындай кез келген сөзді алып та, мысалы, өзім, мысалы, орыстың абылаука деген сөзбен, қазақтың бұлт деген сөзін үш қайнаса сұрықасы қосылмайды бір-бірімен. Тіпті байланыс жоқ сөз демесек. Сөйтсе екеуі бірдей сөз. Оқылмада бұрынғы формасы қалпына келеді. Сонда екеуін ұстап тұрған абылаукада ба ал деген, бұлт дегенде ба ал деген екі дауыссыз дыбыс тұр. Сол арқылы ортақтасады да. Бұрынғы формасы да, бұрынғы мағынасы да дәл қалпына келеді екен. Бұл жақында егер мүмкін ана тілі газетінде шығып қалар, бұл туралы мен көлемді мақала жазған болатым. Ал осының негізінде ғана мінекей
тілдің шыққан несі біздің тілді шығарған біздің заманның біздің кезеңнің адамдары емес. Нух пайғамбардың кемесінен бұрын тіл пайда болған. Жер бетінде кем дегенде бір 15 миллиард адам тұрған. Сол 15 миллиард адам тофан су алып кеткендіктен бәрі офат болып кеткен. Міне сонда бар болған 7 адам қалып тұр, 7 адам қанша сөз көріп? Барлық сөздің бәрі ұшып кеткен. Ол кезде қопарылмалы тіл, флексия, ішкі флексия деген, сыртқы флексия деген бұл флективті тіл болған. Әдеп бұл кезде барлық тіл. Соның бір дыбыстың өзі 7 музыкалы болған. 7 нотадағы? Осы музыканың бәрі Құдай берген жұбанып, оның дәлелдеп айтып кеткен. Тілден шыққан музыка деген. До ре ми фа солдың бәрі тілдің өзінде болған бұрын. Кейін адамзат тілі тіл болып, және музыка болып екі бөлінген деп Құдай берген атақты, Құдай берген жұбанып айтып кеткен мақалаларында бар бұл сөз кездеседі. Сондықтан 7 түрлі мәнерде айтқан сөзді айтып отқан кезде о заманның адамдары құлаққа жағымды музыка тыңдағандай рахаттанып отырады екен. Әр сөзді тыңдағанда бір адам сөйлеп отқанда екінші адам рахаттанып музыка тыңдағандай болып отырады екен. Кім біледі, мүмкін музыка тілі барлық халыққа түсінікті тіл дейміз, мүмкін сол тілге жақын болғаннан кейін шығар. Сол музыка сондықтан да жақын шығар халыққа өте. Ал енді содан кейін енді жағы түбір тіл деген, полисинтикалық тіл деген сол Нух пайғамбардың тофан суынан кейін пайда болған тіл. Түбір тіл деп аталады. Түбір тіл, мысалы, Қытай тілі түбір тіл. Сондай түбір Корей, жапондар бәрі сол жеке-жеке сөздің өзі айтылады да, грамматикасы, фарс тілде солай. Несі грамматикасы жоқ біз сияқты, атау септік, септік, тау септік дегендерді білмейді. Лексикалық жолмен-ақ грамматикасы түсініп, соны түбір тіл деп атайды. Ал енді біздікі жалғамалы тіл. Сол жалғамалы тіл кейін пайда болған. Түбір тіл жағын Нух пайғамбардан кейін пайда болған. Ал енді тіл Нух пайғамбардың бұрын өте әлді қайдан пәленбай 1000 жыл бұрын, миллион жыл бұрын пайда болған нәрсе, оның тарихы. Адамзат баласы 3 рет жабайылық дәуірді бастан кешірген. Қазіргі біздің ғылымымыз 3 рет бастан кешірген адамзат баласының білмейді. Бар болғаны бір-ақ мәрте жабайылық дәуірді кешірді дейді. Біздің осы әлгі 7000 жылға дейін апарып отыр еді. Тарихта мынау тілге қарасаңыз, оның аржағында пәленбай 1000 жыл, миллион жылға кесіп қалады. Тілде барлық тарих сақталған мен бір сөзімді айтып кеттім, алқа қотан дегенді талдаған кезде жағы түбіртекке үлкен сөйлем болып шықты. Жағы лаулаған оттың төңірегіне дөңгелене отырып әңгімелесу деген үлкен көлемде сөйлем шықты. Түбіртектің бұның ең басты несі екі бірдей озық тәсіл табылып тұр. Жағы қалай табудың математикалық, логикалық жол. Екінші жағы түбіртекке айырып ажыратып талдау әдісі. Осы екі әдістімен келген кезде барып, түбіртекке мен тексере алатын зерттеушілер шығады. Осы екі әдісті білмей, түбіртектің табиғатын түсінбей тұрып, оны зерттеуші шыға алмайды. Қазір кім болса да оған бара алмайтын себебі сол. Біріншіден математиканы таза білу керек, екінші логиканы мықты білу керек. Сосын мына Құранның ол дін емес, ғылым екенін мойындау керек. Құран оқулық, ғылыми оқулық Құран. Мінеке барлық осындағы сөздің біреуі де өтірік емес, түгел де рас екенін мойындау керек. Нух пайғамбардың жағы тофан су апаты болғаны осы Құранда бастан аяғы айтылады. Оның алдында 300 жыл бойы өмір сүрген, тофан су апатынан кейін 700 жыл, небәрі 1000 жыл өмір сүрген, бәрі сол Құранда баяндаулы. Біз ондан ешқандай қателік таба алмаймыз. Сондықтан ғылымның өзін екі бөліп қарастыруымыз керек. Рахмани ғылым,
адами ғылым деп. Біз қазіргі жасап жатқан осы ғылымымыздың бәрі адами ғылым. Ал енді рахмани ғылым Құран арқылы тұр. Ал ол шариғат дейміз. Шариғат дегеніміз комментарий, қазіргі тілмен айтқан түсініктемесі. Сол түсініктемесін емес, хадиспенен бірінші түсініктеме жасаған хадис Мұхаммед пайғамбар ғой. Сол бірінші жасаған адамның хадистерінде ол Алланың өзімен тікелей қабылдасып отырған адам ғой. Сондықтан оның бәрі анық, айқын. Бәрін басшылыққа алуымыз керек. Міне сол шындығында осы ғылымның өзімен Құранды оқи келе, сол теологиядан хабарым бар адамын. Өзімді әулиенің тұқымымын десеңізші. Ондай енді мақтануға болмайды. Әулие ол халық мойындаған адам ғой. Иә. Менен әулиесілігім жоқ. Оразақ аға, бұл кісі атақты үлкен әулиелердің аса таяғын ұстаған Сағындық деген үлкен ғұлама, жаңағы рахмани адам ғой ол кісі. Рахмани адамның тікелей өзінің ұлы. Бұл кісінің қолында үлкен әулиенің аса таяғы бар. Берікбай аға, силлабология сіз ашқан лингвистикадағы жаңа ғылым саласы арқылы антропологтар бізге айтып көрсетіп беріп отырған неолит заманынан бергі ресми түрде кәдімгі сүйегімен бәрмен зерттеліп анықталған ғылымның анықталған адамдардың өмір сүрген солардың тілін біз ортақ бір тіл деп айта аламыз. Дұрыс қой? Дұрыс. Енді осы жерден кішкене салт дәстүріміз бен ою өрнегімізге, кескін өнеріне де кішкене бұрылыс жасайық. Ералы аға, өзіңіз үлкен ғалым адамның ұлы болғаннан кейін, сізде де кәдім қарапайым адамдық әдеп өте басым, көп білсеңіз де, көп зерттесеңіз де, көп жүрсеңіз де біраз жерлерді көріп. Мынау сурет өнеріне қатысты болғаннан кейін сіздің толық сауатты түрде зерттеуге құқыңыз бар. Осы топырақтағы әр жердегі табылған заманы белгісіз, заманы белгілі ою өрнектердің зерттеу тарихын сіз қай дәуірге дейін апарасыз? Енді сіз үлкен бір сұрақ қойдыңыз. Басында үшін ғалым дедіңіз, мен енді ғалым емеспін, шынымды айтайын. Мен тағдырдың тәлкегіме кішкене ғалымдыққа бет бұрған ғана адаммын да. Мен өзім суретшімін. Суретші болғанда да мүше емеспін суретшілікке. Жалпы өзім кәсібім, оқыған кәсібім сондай. Кәсіби маман. Кәсіби маман ретінде. Сосын мына қазақтың ою өрнектері деп, мен басында енді компьютер келді ғой. Жаңа компьютер келді, типография ашылды. Сол Шымкентте бір типографияда қазақша ою жетпеді дағы, мен 4-5 ою сызып бердім. Оны қыздар сызды. Сол 4-5 ой бүкіл Қазақстан кетіп болды. Көрмеген жерім жоқ. Мына алыс қайтпай-ақ, осы Алматыдағы Пушкин кітапханасы дейді ғой, орталық кітапхана. Соны 2 томдық кітап шықты, қазақтың жазба әдебиеті деген да. Соны екеуінде сол менің салған ойлар сыртында бас аяғында тұрды. Жаңа неге себебі мен ою салған кезде мен модуляцияға салдым. Ыңғайлы болсын, бір-бірден жалғастыру, созуға болады, фон қылуға болады деген сөйтіп. Сол бағытта істедім дағын, енді өзім ісімен айналысып кеттім. Жаңағы, бірақ уақыт өте келе көп сұраныс болды қазақша оюларға. Мен де кітап қарап жүремін ғой, көріп жүремін, жетіспейді. Содан мен Құда қаласа деп бір 30 шақты ою салайын дедім, сөйтіп. Компьютерге берсем тарап кетеді деген сол баяғы оймен кірістім. Кіріскенде қазақтың шыққан кітаптары бар, қазақ болғанда енді СССРда шыққан кітаптар кеңес кезінде. Қазақ кезінде оны тек қазақ зерттеген жоқ, шетелдер зерттеді. Венгрдің ғалымы Алмашы зерттеді, Карутс деген австриялық неміс зерттеді. Сосын орыстар, орыс ішінде еврейлер бар. Сол анау соғыстан кейін Құтқойын деген бірінші қазақ жазды деген сияқты, соның бәрін мен зерттегенде шыға бастады. Сосын менің шынымды айтайын кішкене көңілім қалды. Көңілім қалғанда алғашқы жазған Садық Қасиманов деген кісілер қазақ қолөнері деп жазады. Сонда жұрттың бәрі біледі ғой. 60-жылдарда кореялар көп, жаңағы осы өшпейді, осылай қалады деген ба, атауларын жазаттан сол сияқты деп қоя салады. Бірақ нақты ой өрнекке бет бұрып терең зерттеген кітап көрмедім. Сосын мен енді мақұл 30 ой емес, кішкене түсініктемесін, аттарын жинайын, түрлерін келтірейін. Бізде система болмады. Ойдың түрлері мен аттары деген система болмады.
Оны кіргеннен кейін ол енді гүлдің ашылған сияқты күніге ашыла береді, күн ара ашыла береді. Апта енді күніге істедім демейін, кей уақытта күндеп істедім, кей уақытта айлап істейсің, енді тірлік болғаннан кейін 10 жыл жаздым ол еңбегімді. Сөйтіп көп нәрсе ашылықтаған, мен сіздер айтқан, сіздер ізіңізді басып жатырмын, терең тарихқа кіріп кеттім. Жаңа сіздің сұрағыңызға қай заман деген кезде, мына қола заманында, оның алдында мамонт дейді ғой, біз мамонт дейді қазақтар жаңағы. Мамонттың тіс сүйегінің екі ұзын тісі болады, орысша бивен дейді жаңағы. Содан бүгінгі Украинаның далалы жерінде қазба кезінде бір орыстың ғалымы Апай кітабында бар, аты жөні тұр. Сол не тау болады, білезік тау болады да, ол құранды білезік тесігі болған, жіптер шіріген. Соны ана ғалым бірбен жалғаса, сол білезіктер кемпір қошқар мүйіздің сынған мүйізі болады. Қазір мынау меандр дейді гректер, дүниеде меандр мүйіз сияқты, бірақ сынық үлгісі. Сол мүйіз кескен кезде ол қиғашынан 45 градус кеседі, шамалап. Сонда жаңағы мынады илек екен. Соны екі бөлігін алып жылышқан кезде жаңа айналма белгі пайда болады екен. Сонда ол қоланың алдында баяғы мамонттардың кезінде алғашқы қазақ адамдардың әсемдікке деген талпынысынан сол туындағанда, соны анау ғалым көрген. Сол ою Украина, қазір Ресейдің оңтүстігі дейміз, сосын Қазақстан, батысқа, оңтүстік Сібірге шейін, біздің осы жерімізге шейін сол ою қатты дамыған. Ең алғашқы құмыралар бар ғой, құмыраның сыртына ою салады. Ою салған кезде сол жаңа спектральный оюлар көп салынады. Адамға біраз түрткі болу керек қой, сол түрткісі жаңа мамонттардың мүйізінен шыққан, ол кейін дамыған. Дамығаннан кейін адамзат бірнеше саттан шықты дейсіз, жаңа ол мен шыққан несін айтпағанда ең соңғы шыққан көшпенділер. Адам баласы атты үйретеді ғой, атты үйреткеннен кейін енді алға шыға бастайды. Оған шейін тек қана су жағалап адамды өмір сүрген. Ат болғаннан кейін бүкіл Қазақстан даласы адамның әулетіне бұйырды, қазақтардың бабаларына да. Сақ дейміз, сақтың алды дейміз ба, жаңа сақтарды, ерте сақтар дейді, орта сақтар, кейін сақтар деген ол сарматтарды бөле береді ғой. Содан сол сынған мүйіз, енді көшпенділерде не көп, жүн көп. Ең тиімді нәрсе жүн болды жаңа. Сол жүннен жаңа қошқар мүйізі содан шығарған. Сөйтіп көшпенділердің басты мәдениеті баяғы қола заманы алдынан басталып, нағыз енді көшпенділік малға байланысты байланған. Оның ішінде әрине жануарлар болады, құстар болады, өсімдік болады, табиғатта космос дейміз, жаңа ғарыш дейміз, мысалы соның бәрі бар да. Сосын көшпенділердің бір қасиеті, олар басқа халықтарда емес қой. Жаңа олар бір қалыпта өмір сүрді. Бір қалыпта өмір сүргеннен кейін менің ойым қанша қазақты ойды зерттеген кезде күнде мен түсіндім. Оның мен тарихын сар көтеруім керек екен. Себебі ол тек қазақтың ойы емес, ол көшпеден шыққан, көшіп жүрген түркменің, қарақалпағың, ноғайың, қырғызың, алтай, соның барлық ескі ойлы аттардың бәрі бірдей. Мені қызықтырғаны ең мына қазаяқ дейміз, итқұйрық дейміз, ең көне ойлардың аттары біз қанша қазір жеке мемлекет егемен болған, біздің ең ескі ойларымыз бәрімізге бірдей. Ал европалық ғалымда зерттеген кезде этнографияда ою-өрнекке қатысты айтатын сөздер мынадай: 100 жылда ою-өрнектің аты өзгереді, формасы өзгереді, не қылады, ол ұмытылады, жаңғырады деген да. Отырыш елдерде өмір өзгерісімен ою-өрнек те өзгерген. Ал көшпенділерде, қазақ пен қазақ төңірегінде көшпелі халықтарда ол сол бойы баз қалпында қалып қалған. Біз енді түркмен затын алатын болсақ, түркмендік желісі бар, істегі шеберлігі, басқасы өзінің бар, бірақ құрылымы түркілік. Ол түркі болғанымен түркі дейін, ол сақтықта болуы мүмкін да. Сақтардан қалған бірнеше кілем бар, ол жерде оны бар. Сол көркемдеген кезде мынау ортасы көлі болады, жақтары болады, желі дейміз, желілері болады, арасында су болады. Сол принцип бойынша сол атамыз сақтардың заманынан өзгермей келе жатыр. Сосын қазақтардың бір дәлел ретінде келтірейін, мысалы бізде бір-бірін кесетін, қиып өтетін оюлар жоқ. Бізде тек тепе-теңдік тұр. Негізгі ойымен ішінен туынды ою шығады. Сол сіз сырмақ қарасаңыз, ақ-қара ғой, ақ-қара болған кезде екеуі бірдей. Анау да оқылады, бұл да оқылады. Сонда көне көшпенділердің түсінігі бойынша бұл дүниенің көзі деген сөз. Мысалы,
өмір мен өлім, әйел мен еркек, ыстық пен жаңа суық, сол сияқты қай нәрсені алған кезде сол екі дүние тепе-теңдігі. Біз осы біздің жеріміз ешкімге қызық болмады ғой. Қызық болмағанда ана адамзат жер асты мұнай нені қазған жоқ қой жаңағы. Ол қазір қызық болып жатыр. Сол себепті бізге мына шет жақта түркімендермен кішкене кіші жүздер араласты, мына солтүстікте орыспен кішкене араласты, мына жерде өзбекпен араласты деген сияқты. Бірақ жұмыр қазақ, шығыс Қазақстан сол баз қалпында қалып қалды да. Олар бұзған жоқ. Тіпті мына бұзбаған соншалықты консерватизм дейді оны да жаңағы. Мына киіз үйдің керегесі бар ғой. Керегесі мына моңғолдарға қарасаңыз кереге еттаған оғы келіп ұзыннан келіп екеуі түйіседі. Қазақта иіледі, иіні бар. Иінің арқасында физика заңы бойынша ана қардың салмағын көтереді. Бір, екіншіден моңғолдар түбіне шейін бара алмайды, себебі адам бойы жібермейді ғой. Қазақтар иін жасағаннан кейін астына тұрсаңыз төбеңіз ашық болады. Мысалда, сол анау көшпенділердің өмірін олар жететін жерін жеткізді. Ойлап та сол жеткізді. Біз тереңнен, ойды терең зерттеп қараған кезде соның құндылығын бәрін көреміз. Бізде оюдың негізі оюлар қалған, одан туындайтын өрнектер қалған. Өрнек ол оюлардан туындайтын дүние. Мысалда, сөйтіп біз орта жолда былай айтқанда мәдени дамудың орта жолында қалып қалғанбыз. Орта жол деген ол төмендік емес. Анау ою ертелім кеш дамыған мемлекеттерде өрнектеу болады деген киіз үйлерде, мешіттердің ішіндегі оюлар симметрия бекітеді ғой. Ол таза өрттеніп кетеді. Ешкім ол жерде мынау адам басы, малдың аяғы, немесе ананың құйрығы деген сөз жоқ ол жерде. Әшейін өрнек та. Қазақ кеше күнге соны бәрін сақтап келді. Біз одан тек қана мына революциядан кейін отырықшылыққа ауыстық қой. Жаңа сіз айтқан ашаршылығы бар, соғысы бар. Жалпы заман өзгерді. Заман өзгергеннен кейін біз оның бәрін қала бастадық. Бірақ Құдайдың құдіретімен қазақтар өзінің түп тамырын біледі. Қайдан шыққанын, қалай дамығанын да. Ол сізді екеуіңіз айтқан әңгімелеріңізді көркем ретінде соны жалғастырып отыр. Тек қана дәлелдеп отыр. Айтпаған болса. Оразақ аға, мынау қазір тілдік тұрғыдан және көркем әдеби, мәдени даму тұрғысынан қазір біздің осы топырақтың тарихын кішкене ары қарай апарғанымызды естіп отырсыз. Енді сіз бір сөзіңізді айтасыз, бұл топырақтың тарихын біз 7000 жылға дейін апара аламыз деп. Мысалы, қазір 5000 жылдық тарихты сіз дәлелдеп беріп тұрсаңыз, сіз ғылыми түрде 7000 жылға дейін созылатындығымызға мүмкіндіктің барын айтып өттіңіз. Жалпы осындай сенімді пікірге тоқталу үшін қандай ғалымдар, қандай ұстаздарыңыз сізге жол көрсетті? Соны бір-екі ауыз айтып өтсеңіз. Ғылым саласының қоғамдар ғылым болсын, осындай өркениет болсын, олардың да өзінің заңдылық ерекшеліктері бар. Сондықтан ол негізі сол адам баласы жасағаннан кейін ең негізгісі сол адамдар қандай болған, оның бейне жүзінің, ұрпақтарының тұрақтылығы қандай болған, біз сол жағына мән береміз. Сөйтіп, мына жаңа тіл мәселесінде, өркениет мәселесінде болсын, егер адамдар бір аймақта осындай бәленше 1000 жыл тіршілік етсе, ол әрқашан тұрақтылыққа әкеледі. Ал тұрақтылықтың арқасында мынау жылдар өтіп, ғасырлар өтіп, енді соның ұрпақтары жаңағы ата-бабаларынан үйренген осындай тіл ерекшеліктерін, өркениет ерекшеліктерін, шаруашылық ерекшеліктерін олар өздерінің бойына сіңіріп, өз заманда өзінің соның ерекшеліктерін әбден жетілдіруге тырысады. Адам баласының бір ерекшелігі, оның өнген сайын ақылына байланысты әрқашан қандай да мәселе тіршілік болмасын, соны жетілдіру жолында жеңілдікті ойлау. Сонымен бірге соның сақтап қалу
ерекшеліктеріне де мән береді. Міне осындай бұл жеке жатқан, адам баласынан тыс жатқан ешқандай нәрсе жоқ. Біздің тек соларды өзара байланысын нақтылы түсіне білуіміз керек. Менің білетін бір ақиқатым, ғалымдар үнемі ортақ пікірге келіп, бір-бірін тыңдап, бір-біріне бағыт беріп отырады. Мысалы, бұл деңгейде біз өзіңізді айтамыз, қазақтан шыққан тұңғыш антрополог деп. Бізде антрополог көп емес, өкінішке орай, өте қиын сала, оның үстіне саяси тұрғыдан қуғын сүргін көрген ғылымның бір саласы ғой антропология деген. Оны да сізден көріп отырмыз. Қаншама антропологтардың кезінде атылып кеткенін, айдалып кеткенін әңгімеңізде айтып отырасыз. Дегенмен де, бірақ бәрібір ең соңында ғылым жеңеді дегендей, ғылым саласында жаңа сұрағымды тағы да басқа қырынан қойып өтейін. Мынау ұлтына қарамай, немесе жаңа жеріне қарамай, еліне қарамай, ғалымдар ортақ пікірге келіп, бір-біріне дұрыс бағыт беріп отыру тиіс деп ойлаймыз өзіміз. Өйткені адамзаттың дамуы осы айналдырған бір жер шарында кішкентай ғана біздің Берікбай ағамыз сөзімізді растайды, дәлелдейді. 18 мың ғаламның бір ғана ғалам емеспіз бе біздер? Сонда бір ғаламда тұрып, кейде жаңа әр ғалым, әр өзін саласын меңгереді, ортақ әңгімеге, ортақ бір пікірге, ортақ адамзатқа қызмет ететін дамуға кейде бір-бірімен алыс-беріс түйіс жасамай жатады екен. Мысалы, сізге қатысты айтайын. Мысалы, мифологиялық образдарда әлемдегі түкпір-түкпірінде сан халықтар бар, бәрінде өзінше бір мифологиялық персонаждар, мифологиялық образдар бар. Бірақ айналып келгенде соларды түптеп зерттеп келсеңіздер, бір ортақтық шығады. Тіл ортақ болса, адамның сүйегі, дамуы бәрі ортақ болып жатса, шыққан жерлері, өнері ортақ болып жатса, онда неге олардың дамуында ортақтық болмайды? Сөзімді дәлелдеп айтып кетейін. Шетелдің кәдімгі ең өтімді, жалпы жұртқа қазір интернеттің арқасында кең тарап кететін, тез тарайтын фильмдері, әсіресе мынау Марвелдің фильмдерінде жаңағы бәріміз біліп жүрген мифологиялық образдарға олар бір басқаша сипат береді өздерінде. Темір қыз жібереді, тас қыз жібереді деген сияқты. Бұл тұрғыдан келгенде сіздерді жинап отырғанда бір үш ғылымның саласын бір жерге түйістіруді мақсат етіп отырмыз. Қалай ойлайсыз, Ералы аға? Сол мифологиялық образдардың түпкі ортақ екендігін табуға мүмкіндігі бар ма ғылымның? Мысалғы этнография саласының, фольклористика. Оның түбі бір екен бір, бірақ адамзат дамиды ғой. Дамыған кезде бірінші дамитыны ол табиғатты түсінеді. Тұру, жүру, істеу, жасау, тамақ табу деген сияқты күнкөріс жағын. Содан біраз нәрсеге оны башқа санасы жетпейді. Санасы жетпеген неге күн күркіреді деген сияқты, неге тасқын көтерілді, мысалы 10 жыл өтіп, ешнәрсе биыл су шайып кетті дегенде, содан мифологиялық нелер туындайды, кейіпкерлерді. Айтайын дегенім, әргі халықтың, оның тобы дейміз ба, этнос дейміз ба, ру дейміз ба, соның тұрған жерінде өзінің күнделікті өмірі оған әсер береді. Соның арқасында оның мифологиясы дамиды. Терең дамыған елдер, мысалы, Қытайда асаңыз, Индия асаңыз, ол аспандағы бірнеше қабат, оның ішінде мынаның 7 басы бар, мынаның 30 басы бар деп жаңа бөлім жарылады. Негізіне түбіне апарсаңыз, бәрінікі бірігеді. Табиғаттан қорқу былайша айтқанда да, жаңа жалпыламақ еңізде, жаңа жасыл бе жамандықтың арпалысы, өмір мен өлім тартысы сондай болып тұр да. Бірақ адамзат дамығаннан кейін тілді дамып жатыр ғой. Жаңағыдай оларкен бұлт сияқты. Олардың да тұратын жерінде қар болса да, ондай кейіпкер болмайды жаңағыда қарға қатысты. Өздерінің жаңа түсінігі бойынша олар бір нәрсені ұстайды, кімге қай идея жаққаннан кейін содан тармақтала береді. Сөйтіп олар кете береді. Шындап келген кезде түбіне түссек бір екенін түсінеміз. Бірақ адамзаттың кері қайту оңай емес. Мен сөйтіп түсінемін. Сондықтан сол түрлі қалады да. Бірақ анау ескі дәуірлеп өзгерген
дамуымыздың тарихын дұрыс танысақ, түбін тауып алып, содан негіз алуға болады ғой. Грек мифологиясы бар ғой. Грек мифологиясында не бір аңыздар бар. Мысалы, ана тасты төбеге шығарады, бірақ ол түсіп кете береді деген сияқты да. Одан кейін нарцисс бар, ананы өзі ғашық болады деген. Қарасаңыз, ол қазақта бұлай тікелей жоқ, бірақ соған ұқсас ойлар бар. Айналып келгенде түбірі адамзаттың дүние тануы бар ғой. Құдай мен жер дейміз, жаңағы о дүние дейміз, бәрі соның төңірегінде. Түп бір, бірақ сөз дамуы жан-жақ кетіп қалады да. Содан оны қайта түрлі болған жақсы халық бай болады. Сіз солай ойлайсыз ба? Берікбай аға, бір сұрақ бар, тілшілерге қойылатын. Өзіңіз білесіз, бүгінгі адамзаттың бір мәселесі, мысалы жастардың бір мәселесі, тіл үйрену қиын, басқа тілдерді үйрену. Жарайды, ағылшын тілі қажет болған соң үйреніп жатырмыз бәріміз. Кішкентай кезінен бастап үйренсе тез үйренеді. Енді түрлі жолдары бар. Бірақ бір сұрақ туындайды. Неге өзіміз осы қазақтардың орыс тілі қатты әсер етті бізге? Қазақтардың неге қазақ тілін үйрену қиын? Қажеттікке байланысты ғой. Қажет етпейді ғой. Қажет етсе, дем арасында үйреніп алар. Мәселе қажеттікке байланысты. Неге біраз біздің әріптестеріміз айтады, маған қажет, үйренгім келеді, бірақ қиын дейді. Әлде бұл өздеріне жалқаулықтың белгісі ме? Жалқаулық. Иә, жалқаулық. Тек қана қажеттіліктен туындайды. Иә, қажеттілік. Дұрыс. Тек қана өзің қажет деп тұрпаса, мақсат қою керек, сосын алып. Ол жағы үйрене алмай жүргендер, мақсат қоя алмай жүргендер. Егер мен қалайда үйренем десе, онда үйреніп алады. Қиын емес ешқандай. Мақсат жоқ, жалқаулық ол, соның әңгімесі. Бір жылы бір журналға мен мақалам шықты. Қазақтың лақабаттары, әздер деген сөз ішінде бар еді. Абылай ханның пірі жалайық әздер деген оны. Әздер деген ол әзизден шыққан. Әз дүрі дейді мысалда түркілерде. Содан жаңағы редакцияға бір кісі хабарласады. Осындай мақала оқыдым, әздер деген. Соны жазған кісіні қалай хабарласам, мен телефон береді. Ол телефон шалды, Алматының төңірегінде талғарма сол жақ тұратын кісі еді. Біраз жыл болып қалды оған. Ана кісі айтты, мен жетім қалдым деді. 30-шы жылдарда жетім қалған ғой. Ол кезде 2-3 жасармын, тіл білмейді. Детсадтың бәрі орысша болды. Қазір детдомдарда балақаналар барсаң қазақ көп. Ол кезде тек орыс болатын. Менің бала кезімде қазақ болмайтын. Домда. Қазақ өсі де бермейтін өзінің балаларында. Қазір заман өзгерді. Айтайын деген, сол кезде өңкей қазақтар аштан қалған, бәрін орысша тәрбие береді. Содан жаңа менің атым әздер дейді. Сол жерде бір түрікмен татар әйел бар еді дейді. Сол ат қойғанда маған атымды әздері қойды дейді. Сонда бір құдірет санаған ғой жаңа сөйтіп берген. Соны мен қазір дейді пенсиядағы кісімін дейді. Мысалы қартайдым, өмір бойы әздер не екенін білмей жүрдім деді. Сіздің мақалаңыз осы әздер деген әулие екен ғой деп жаңа мәз болды да. Мен орысша тәрбие бергеннен кейін орысша оқыдым, институтта орысша оқыдым, не қылдым, бірақ мен қазақпын ғой дейді. Сөйтіп мен қалай да өзім туған тілін үйренемін дейді. Қазақ үйренген, енді қазақшасында күйеу бала дейді жаңағы. Сол қайын жұртына барып көшіп барған, сөйтіп мен қазақшаны үйрендім жаңағы. Қазір дастандар, қиссалар ертелі оқимын, бұл менің тілім ғой дейді да. Сонда жетім қалған бала әке-шешесін білмейді, руын білмейді, бірақ оның арманы сол болды да. Соған жетті. Көкем айтқан сол. Мақсат қою керек. Мақсат жоқ, ол орыс тілімен ақ жететін жерде жетеді. Мысалда, бірақ оның өзіне деген сыйы, тарихынан сыйы соны үйретті да. Ондай адамдар санаулы болады енді айбеттіңіз. Ондай өкінішке орай санаулы болып тұр. Тілге байланысты бір ауыз сөз айтайын. Бір грек аптекары 225 тіл білген ғой. Грек? Грек аптекары 225 тіл білген. Соның айтқаны бар екен. Неғұрлым тілді көбірек оқысаң, соғұрлым тілдердің ерекшеліктері жойылып, бір-біріне жақындай береді дейді. Онда жарайды, сұрай беріңіз енді. Сіздің сөзіңізге тағы бір дәлел шықты мына жақтан. Бір грек бар екен, аптекар 225 тіл біледі екен деп айтсаңыз болады. Тілді үйренген сайын олардың ұқсастығы мен түбінің бір екеніне жетеді адам. Иә. Керемет пікір. Оразақ аға,
біз енді мынау шетелге арыға барып, сіз енді үнді жерінде, итальян жерінде, сосын моңғол жерінде арнайы экспедицияларға қатысқан адамсыз. Антропологияға қатысты. Жалпы дүниенің антропологтары жер, ел-елдегі біздің өзіңіз арқылы біз мақтанып отырмыз, біздің топырағымыздың, жеріміздегі өмір сүрген ата тегіміздің тарихының 50 ғасырлық негіз, ғылыми дәлелі бар, негізі бар деп. Дүние жүзіндегі халықтар антропологиялық тұрғыдан осындай мақтаныш ететіндей жаңалықтары бар ма дүние жүзінде басқа халықтардың? Мысалы, Орта Азиядан бастайықшы осыны. Орта Азиядағы антропология, сосын шетел антропологиясы. Біз негізінде Совет үкіметтің билігі кезінде туып, сол кездегі бар ғылым саласына ұмтылып маман болып жүрген адамдарымыз ғой. Ал Орта Азияда жалпы антропология ғылым саласында Совет үкіметі тұсында көп бағыт берілмей, баға берілмей кенже қалған ғылымның бір саласы. Ал енді өткенде 19 ғасырдың аяғында Орта Азияда Ашанин деген бір антрополог болды. Ол мына 19 ғасырдың аяғында, 20 ғасырдың басында Ленинградтағы военно-медицинский академияны бітірген. Сол олардың бұйрығы бойынша Орта Азияға келіп, сол жаңағы дәрігерлер қызметін атқарып жүріп, кейін антропологияға ауысқан. Енді ол кісіні мен бір рет деді Ташкентте көрдім. Мына антропологиямен айналысқаннан кейін Орта Азияның тарихында алғашқы антрополог болған жаңағы Ашанинді көруге ынтизар болдым енді. Сосын оның да бір несі бар екен, оқушысы, фамилиясын ұмытып отырмын, әйел адам, ол соған қанға зерттеуге жол берген екен. Ал енді сол Ашаниннің Орта Азия университетінде кафедрасы болған. Бірақ сол кафедраға келіп, ынтизар болып, маман алайын деген жастар болмаған. Соған қарағанда бізде де мысалы сол күн басымызға келіп отыр. Ұмтылып атқан жастар жоқ. Бүгінде? Бұл күнде, иә. Енді оған тиісті жағдай тудырып атқан біздің де мүмкіншілігіміз жоқ. Мүмкін сол да себеп шығар. Орта Азияда осындай жаңағы Ашаниннің арқасында біраз жұмыстар істелді. Ол антропологияның Орта Азия халықтарының 3 бөлімнен тұратын кітабында шығарды Ереваннан. Сөйтіп, ол кісінің еңбегін әрі қарай жалғастырып алып кететін Орта Азияда ғалымдар бола қоймады. Бірең саран ғалымдар болды. Қожаев деген, Мұхтар Қожаев деген докторлығында қорғап антропологиядан, палеантропология дейді, қаңқа сектордан қорғап, Өзбекстанның, сосын Түркменияда да бір антрополог болды, түрікмен жігіті. Бірақ ол медицинский институтты бітіріп антропологияға ауысқан. Енді басқа жерлерде антропология Орта Азия аймағында, Қазақстанда болған емес. Енді сол басымызға осы күн бізге де туды Ашаниннің басына туған күн. Енді жастар осындай. Енді маған жастардың талап етпеу себебі біз енді ЦК-ның бұйрығы бойынша бір партияның идеологиясына қарсы әрекет жасап жүрген ғылым саласында адамның бірі болып көрінгеннен кейін айғафыр болып көрінген кейін есі бар жастар бізге келмейтін осыдан ғой деп ойлаймын.
Енді егемендік келді. Біз 4 тілде кітап шығардық қазақтың антропологиялық очеркіне байланысты орысша, ағылшынша, қазақша, түрікше. Енді соның мәнін, бағаласын үкімет тарапынан баға берген. Бүгінгі президентіміз Тоқаев соған алғы сөз жазды. Сондықтан енді біз антропологияға Қазақстанда келешекте ұмтылған жастарға жеңілдік бола деген үміттеміз. Сондықтан қазіргі дәуірде Орта Азияда антропологтар жоқ. Осы тек қана Қазақстанда қалды. Совет дәуірінде бір орыстар істеп жүреді, Тәжікстанда, Қырғызстанда. Олар Совет үкіметі құлағаннан кейін бәрі өзінің еліне көшіп кетті. Бұны сөйтіп антропология ғылымының сирек дамып, онша танымал болмай жүрген еліне осындай себеп. Өйткені бәрі де коммунистік тарихтың жолын қуып, соның саясатын қуып, соның билігін өсиеттеп, бұларға әрі жеңіл де болды, әрі жолы да ашылатын болды. Сондықтан мынандай ауыр ғылымдарына олардың барғысы келмеді. Дегенмен де енді қазір мына біздің егемендігімізді көріп отырмыз. Партия туралы біраз сөз жоқ. Енді өйткені коммунистік партияның бізге үстемдік етіп жүргізген орыс азаматтары. Өйткені бұл саясатта сол Ресейден келіп елімізге тараған. Ал енді Тоқаев дұрыс істеді ғой деймін. Өйткені коммунистердің негізгі талабы өздерінің абыройын орыс халқының арқасында сақтап, әлемге билік жүргізіп қойды. Оның бәріне неше қойылып, өмірден кешегі Сталинді де, Горбачевы да бәрі айтқан теориялары, методологиялары бәрі әлемнің қоқысында жатыр. Әңгімеміздің өзінің реті соған келіп тұр. Қазір мынау әлем мәдениетінде, әлем өркениетінде деп те айтамыз. Біздің кейінгі ұрпақ, жас ұрпақ қазір Американың киноиндустриясымен өсіп, өніп, соны қабылдап, жаңа мифология туралы тілдің тарихын айтқанда да, басқа өте сирек зерттелетін тарихымызды айтқан кезде де әңгіме қозғағандағы мақсатымыз біз бүкіл адамзаттың баласы, оның ішінде өзіміздің қазақ ұлтының ұрпағы қайдан шыққанын, қайда бара жатқанын, немесе мына рухани әлем тұрғысынан негізгі мәнді мағыналы дұрыс жолды таңдауына қызмет ету болып тұр ғой мақсатымыздың бірі. Бұл тұрғыдан Ералаға сіз бірнеше басылған, басылмаған, әлі шығарылмаған, әлі кино режиссерлардың қолына тимегенде дайын кино сценарийлерді жазып, басып жатқандарыңызды білеміз. Мысалы, Абылайхан сценарийі өте қазір сол саланың мамандар арасында кең танымал. Енді сіз оған Бейбарыс бабамыз туралы сценарийді қосыпсыз. Бұл материалдың бәрі қайдан сізге? Сосын ол дүниелерді жазғанда, режиссураны оқып оның үстіне талай терең зерттеулерді жалғастырып жүргізіп, сіздің мақсатыңыз қандай? Енді рас, ол Абылайды кезінде жаздым. Ол Абылай жазған кезде де мен жазам деген ойым болған жоқ. Ол кезде мына көшпенділерден кино шықты ғой жаңаға. Абылай деді. Мен ол кезде жастықпен өзім ойларымды қосайын, киноға жақсы кірсін, пайдасы болады деген оймен жаңаға қолға алып хабарластым, бірақ өнбеді. Бізде мемлекеттік саясат өзінше жүреді, біз өзімше жүреміз, сөйтіп өнбей қалды да. Бірақ мен кітапты жаздым, бітірдім, сөйтіп ол үйден сатылып кетті. Былайша айтқанда дүкенге ешнәрсе берген жоқпын. Адамдар оқып, сұрап тауысқан жаңағы да. Мен оны жазғанда да киноға бейімдеп жаздым. Оны қазір алып кино түсіруге болады. Мен кезінде кинорежиссер боламын дегенде бір ойым болған. Бірақ бір институтқа кейін екінші институтқа барамай қалдым. Бірақ оны оқығаннан кейін ол жағынан ілім болды. Қалай қазақты көрсету керектігінде.
өзім тарихшымын ғой, тарих қызығамын, сөйтіп жақсы болды. Енді мына не келген кезде бейбарысқа, бейбарысында бір өзінің ойдан жоқтан туындайтын жері болады. Мен студент кезімде әкемнің ағасы Шерхан бабам бейбарыс туралы Фельдшинский бір кісінің шығарған кітабын аған еді орысша. Соны оқығымда, соны таң-тамаша осындай қыпшақтың баласы барып, осындай керемет жасап деп, ол кезде 20-дан асқан кезім. 23-22 жастамын ғой, жаңағы. Бейбарыс болса сөзсем деген ойым болды. Сол кезде қатты былай іштей толғаулар болды да, бірақ не істейін ойымда жоқ, бірақ осы теманы қозғаймын деген ой болды жалпы да. Суретін салам деген сияқты бір ойлар қаған. Көп жылдан кейін сол бейбарысты осы өзімізді бір бауырымыз жазды. Бауыр десе ол туысқандық қой, қандасымыз деген. Сол кісі жазды, кітап шықты, оның өте нашар болды. Соны шыққан кезде мені бір сол кездегі мемлекеттік министр шақырды. Мұхтар Құл-Мұхаммед емес, басқа кісі. Сөйтіп бейбарыс, жаңа Абылай оқыдым, керемет, бейбарыс жазып берші деген. Сол кезде мен бұрындағы ойым жаңа есіме түсті. Ұшып кел деген, мен пойызбен барам дедім. Сөйтіп кітаптарымды алып, жолда оқып, дайындалып бардым. Сөйтіп едім, ол министрдің әңгімесі көбірек қам болсын, көбірек өлім болсын, сонда қызық болады деген нәрсені мен айттым. Енді ол шетелде жасадық, қазақ емес дедім. Оны кішкене Қазақстан бұрайық, бізден шықты, тарихы бізде деп сөзіне қылсам, ол мен тыңдаған жоқ, оныкі кәдімгі ішіп сою башқанда да. Сонымен мен жоқ, мен жазамаймын деп, ол кісімен келіспей, мен кетіп қалдым. Бірақ барам дегенше ойымда киноның схемасы оянды. Неден бастасам, нені жалғастырсам деген. Мен қазаққа тек балалық шағым бұраламын, сөйтіп мен оның тұсаукесерін істетіп, содан көрсеттім. Тұсаукесер той арқылы қазақтың тойын көрсету. Сосын оның келіншегі болады, бала кез атастырып қойды, екі батыр бір-бірімен не қылып жаңағы. Бұның әкесі қайтыс болғаннан кейін бұлар бай әулет, кедей болады даған, ол ана келінге қызды көруге баруға ұялады ғой, шешесі қоймай барады. Анау енді кедейдің баласы қызын бергісі келмейді. Сөйтіп даған, былай айтқанда киноның сценарий бойынша бір түрікмен досын айтады, осының әкесіне уәде беріп едім, тұрсын қара деген сияқты. Түрікмен бәрін түсінеттен қайтып келе шыққанда баланы ұрылып алып кетеді. Сөйтіп мен теңіз арқылы емес, мен түрікмендер арқылы, Иран арқылы Арабстанға апардым да. Ол кино көрістен оны көрсету әдемірек теңізмен өткенше да. Ол кезде қолда сөйтіп барған екі жолмен, біреу бір жақтан, бір ар жақтан. Ал енді Арабстан келгеннен кейін мен енді мүмкіндігінше оның өмірімне байладым. Менікі қайтып келмейді, менікі айналып келген кезде құлдыраған ислам мәдениетін қайтадан өркендетті ғой, билікті алды, оның алдында талас болды, біреу-біреуді өлтіреді, біреу-біреуді уландырады жаңағы. Мына жақтан моңғолдар келеді, олар жеңеді, сонда апырты болған кезде ол билікті өзінің күшіне алды. Сонда 12 жыл бойы Меккеге бармаған мысырлықтар. Бағдатты ағаннан кейін Хиджаз жазығы оларға қарап қайырын адам Египеттен жібермеген өздеріне. Ара жығып қалған. Ол кезде шарты бойынша қисуаны Кайрдете кеткен. Екі қисуа тігіледі, біреу Меккенің басына Каабаға жабылады, біреу пайғамбарымыздың мешітіне жабылады екен да. 12 жылдан кейін жаңағы 11 жылдан кейін адам жібереді, сөйтсе бұны адам үстіне күледі, ол кім еді дейді. Алат мініппесе мен оны қабылдаймын, амандасам ба, амандаспаймын, көреймін деген сияқты қатты сөздер айтады. Содан бейбарыс әскерін 1 жыл жинайтын барады. Сый сияпатын дайындап, келеді даған ананы өлтіреді. Өзін адам отырғызады. Өзі кәдімгі қарапайым мұсылман сияқты барын жуып, зиярат жасап, кедейлерге көмектесіп, соның барын несін ұйымдастырады. Мен сонымен бітірдім. Себебі Тәңірге табынған қыпшақ, ол жаққа барып ислам қабылдап, Алла арқылы әлемді ашады да жаңағы. Жас кезімде мен анау соғыспен бір нәрсені бітірген ойым болатын, бірақ зерттей келе менің ойым сонымен түгенделді. Өйткені адамның жан жүрегі жанды болу керек қой, рухы да. Осыны арты. Бірақ соғысы бәрі ішінде бар. Барлық несі орнында да. Сосын бір қасиеті бар, оны енді оқысаңыз да көресіз, айтпай-ақ қойын. Сол неге барған кезінде сол бәрі ашылады. Ол енді Алланың жаратылысымен барлық нәрсе болады. Бірақ бұл жерде адамдың тағдырына қатысты нәрселер да. Сөйтіп менікі барынша о жақта отырып біздің елді ұмытпау деген да. Мен саясатты алып жүріп әкелдім. Берке ханмен құда болады, дипломатия болады жаңағы. Ожағын көрсеттім дегенде. Сондай бір қызық нәрсе бітті.
Қазір онда орысша жаздым, себебі жылжыту орысша оңайырақ. Сосын анау бізде шынды айтайын, орысшалар көбірек оқиды, жаңағы қазақша сатуда қиын оны. Ода болды. Ал ең дұрысы жылжыту оңай. Орысша ауқымы кеңірек та. Сөйтіп мен оны бітірдім. Енді қазір қателер түзеліп жатыр. Біткеннен кейін оны құдайға тұсаукесер болады. Сөйтіп мені енді кішкене тағдырдың лақтыратын бар. Біресе суретші болады, біресе өнертанушы болады, салт дәстүр. Сөйтіп бейбастан кейін енді осы енді абайдан кейін бейбас бітірдім. Енді бір нәрсе жазамын деп әзірге ойламаймын. Шынымды айтайын. Бірақ менің жазғаным барлығы киноға лайық жазылған. Кино тілімен. Әдеби жазылады, тіл әдеби ғой жаңағы, бірақ мына табиғатты көркемдеу деген нәрседе менде азырақ. Көбінесе мына эмоция, адамдардың ара қатынасы, жаңағы со жағына көрсеткенге адам былай қалай жұтқан өзі білмей қалатындай қылдым да. Бізде шынымды айтайын, дарынды адамдар бар деймін, жаңағыда, бірақ мемлекет кішкентай ғой, жер үлкен, ел аз. Кино мәдениеті бізде өте төмен. Несін жасырайын. Енді Тоқаев қолға алып жатыр, академия наук сияқты, мүмкін қазақ фильмге де біреу келе ма деген. Жалпы ол киноны түсірсе Қазақстан әжептәуір дүние табар еді. Бірақ бізде ең осал жері соны орындаушылар жағы да. Көбі айтайын, Абылайды оқыған бір жігіт Алматыда мен бір күн шақырды. Сөйтіп маған $500 көрімдік берді кітабыңызға деп та. Ол ана спортсмен екен, жастарды жаңағы күреске үйретеді да. Бәрін қазақ өсіріп жатырмыз дейді. Мына киноны түсірейік деді, қанша болады деді. Ана енді көзіне от жанып тұр жаңағы. Бірақ кино емес, сіз осыны бастаңыз, сізге сенемін деді да. Сөйтіп бір $800,000 табамыз деді. Өлсем $1 миллион табамын деді. Мен айттым, $1 миллионға түсіре алмаймыз дедім да. Ол жетпейді. Технологияны білемін ғой жаңағы. Бізде ол кезде бұланда жігіттер жоқ, видео бір нәрсе түсіретін да. 2004 жылы, бұл әңгіме 2005-2006 болған мысалда. Бірақ дедім да, осы сен сияқты жігіттер Құдай қаласа оны жеткізеді да. Ол үшін қайтадан айтам, көп тіл үйреніңдер, көп оқыңдар. Әсіресе кинодан аты шыққан режиссерлар солардың оқу керек. Сондықтан менің ойым әзірге 10 жыл жүрді, оны да көрерсіздер. Құдай қаласа. Сіздерге сыйлаймын. Шыққан кезде бір-бірден сіздерге беремін. Құдай қаласа. Иншалла. Рахмет. Сондықтан сізге іске сәттілік. Ол сценарийдан басқа бірнеше мультфильмдердің де сценарийлері туралы сіздің ойларыңыз бар. Ол тағы да бір жолыққан кезде кеңірек отырып айтамыз деп ойлаймын. Ендігі сұрақты... Сөзіңіз дұрыс. Түсіретін жігіттер көп. Түсірген кезде мына фотоаппарат түсіретіндер туралы айтады. Мынау жатып түсіремін, тұрып түсіремін дейді да. Бізде оқығанда жетеді, түсіретіне жетеді. Тұрып түсіретіндер көп та. Маған жатып түсіретіндер керек. Мына кадр деген тірі болу керек та. Қалай кадрды ұйымдастыру, қимылын, кім шығады, кім кетеді деген, біз со жағынан осалмыз. Соны жеңу керек та. Біздің жалқау деп атқан жалқаулығымыз бар дейміз ғой. Соны кадрдың екінші, үшінші қабаты болды ғой. Соны ашатын жігіттер өссе де бармын деймін. Өте дұрыс айтасыз. Бұл бәрімізге ортақ сұрақ болып жүр соңғы кездері. Берікбай аға, сіз енді қазақтан шыққан мықты этимолог ғалымсыз. Түркологияда енді сіздің алдыңызға түсетін адам жоқ шығар біздің елімізде. Қазақтың көне түркі жазба ескерткіштерін өзіңіздей жетік білетін маман жоқтың қасы бар, Құдайға шүкір, бірақ жетік маман ретінде. Сосын жаңадан қазақ әлем лингвистикасындағы ашып жатқан силлабология ғылымы саласын дамыта отырып, кішкене қиялдап жіберейік. Жаңа қола кілт, күміс кілт, алтын кілтті де таптық деп есептейік. Құдай бұйыртса бәрі Құдайдың қолында ғой. Сізге мынандай бір қызық та болу мүмкін сіздің деңгейіңізде сәл сауатсыздау да сұрақ болу мүмкін. Бірақ көкейдегі болған соң сұрап көрейік. Нұх заманына кезіндегі тілге дейін апардыңыз. Тілдің тарихын енді сол тілдің формасымен, мысалға шағатай тілді жасанды тіл болды ғой уақытысында. Сол Нұх пайғамбардың кезіндегі тіл осындай болып еді деп бір 3000-5000 сөздің құрамын құрай аламыз ба біздер? Тап қазір қиын. Оны
өзге ұлттардың ғалымдардың көмегі қажет. Ол бір қазақ түркі халықтарынан шығарғанмен ол әлі аздық етеді. Сосын енді шәкірт бар болғанымен де Арғынбек Құнанбай деген, сосын өзім жұбайымды үйретіп жатырмын. Басқа оған талап етуге қиынсынады. Яғни меңгеру өте қиын. Айтып отырмын ба, өте қиын. Өзіңіз сияқты бір дыбысқа 22 жыл жіберетін адамдар аз ғой. Аз. Дегенмен де үміт бар ғой. Егер барлығы біріксе. Егер осы мемлекеттік көлемде үлкен қолпаш жаса, мен тірі кезімде біраз нәрсені үйретіп кетер едім жастарға. Ықылас керек. Ықылас керек, уақыт керек. Сөзіміздің соңында арамызда 93-ке келіп, бүкіл өзінің ғылыми жолын әдемелеп айтып беріп отырған Оразақ ағамыздан бәріміз бір бата сұрасақ Ақ студияға. Ақ студия арқылы бүкіл қазақ халқына. Әумин, аға. Жақсы. Бұл өткізіліп жатқан шында ғылыми форум ғой. Мынау Ақ студияның талабы, Ақ студияның негізгі мақсаты бүгінгі танылмай, ескерілмей ғылымның әр саласынан жүрген ғалымдарды бүгінгі егеменді елімізге таныстырып, осы туралы тіл жағынан болсын, өркениет жағынан болсын, биологиялық даму жағынан болсын, осы істеліп жатқан жұмыстарды тек қана бүгінгі егеменді еліміздің азаматтары біліп қана қоймай, осы кішкентай ғылымның 3-4 саласындағы ғылыми жетістіктерді әлем алдында паш етіп, соларға да таныстыру жолға қойылып отырғаны бұл үлкен жұмыс. Сондықтан мұндай жұмыстарға осыны ұйымдастырып жүрген ұжымға үлкен рахмет айтамыз. Осындай талаптарыңыз іске асырсын, азаматтарыңыз аман болсын, ел жұртымда тыныштық болсын деген Алла. Көп рахмет. Adam's Question. Ғалым ағаларымыздың, ғалым атамыздың ақ батасыменен бүгінгі Ақ студияның кезекті санын аяқтаймыз. Құрметті көрермендеріміз, біздің каналымызға жазылып, өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды комментарий ретінде жазып, келесі хабарларымызға бағыт-бағдар алуға да өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Эфирде келесі кездескенше.